біздің студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты. Сұхбатымызды бастайық, Олжас. Таныс болыңыздар, Қазақконцерт ұйымының Астана сазы этно-фольклорлық ансамблінің жетекшісі Бауыржан Ақтаев және ансамбль мүшесі Әділ Жүнісов біздің студияда қонақта. Ендеше жігіттерге жақында. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді көрермендерімізді таныстырып жатыр. Жаңағы Қазақконцерттің Астана сазы этно-фольклорлық ансамблінің бұйыртса ертең 2 күннен кейін кеш өтеді. Бұл шығармашылық кеш па? Жалпы мынау біріншіден қайырлы таң баршаңызға. Енді мына кешке келетін болсақ, 3 мамыр күні ұлы жеңістің қарсаңында осы мынау өзім өңірден шыққан қазақ композиторларының осы жеңіс тақырыбына арналған туындыларынан, ән күйлерінен кеш береміз. Қай жерде болады? Сағат нешеде өтеді? Сағат кешкі 7-де орталық концерт залының камералық залында болады. Камералық залында. Камералық залында. Ал кіру? Билетпен кассаларда, иә. Бұл кеште кімдер өнер көрсетеді? Тек қана осы Астана сазы ма, жоқ әлде әншілер, сіздердің сүйемелдеуіңізбен? Белгілі, жалпы дәстүрлі өнердегі өнер қайраткерлері Шалдыбек Берболат, және де классикалық әнші Марат Айтымов деген, және де Аяулым Қамажай деген жақсы әншілеріміз, жалпы дәстүр төңірегінде жүрген. Яғни ансамбльдің сүйемелдеуімен ән айтатын әншілер. Жеке де бар, сүйемелдеумен де бар, жан-жақты өтеді жалпы. Енді Астана сазына оралайық. Жалпы бұл этно ансамбль қашан құрылған, кімнің идеясымен құрылған, қанша уақыттан бері жұмыс жасап келе жатыр? Жалпы осы 2 жылға жақын уақыт болды жалпы құрылғанына. Ең алғашқы Асқат Майемиров ағамыздың басшылығы тұсында құрылған болатын. Ең алғашқы ол мюзиклды барысында жұмыс жалпы таныса бастадық. Ең бірінші бұл тарихтағы алғашқы ансамбль бұл қазақтың этно мюзиклін тірі дауыста қостаған ансамбль бұл. Сонымен әлемге танытып қазақтың тұңғыш мюзиклін. Жалпы оған дейін Европада мюзикл деген жанр бар ғой, бірақ ол симфониялық оркестрмен немесе эстрадалық жанрда қосталады. Бұл енді біздің дәстүрлі аспаптармен алғашқы қостаған. Бұл және жанды дауыста сахнада бірге отырып. Әдетте біз симфониялық оркестрде көреміз. Әлемге таныттық деп жаңа өзіңіз айтып жатырсыз. Европалықтардың қызығушылығы бар деп жатырсыз. Гастрольдік сапарларға шығып үлгердіңіздер ғой? Иә, жалпы мына басында айтып өткен Қыз жібек этно-фольклорлық мюзикл ең бірінші оның премьерасы Францияда болды. Бельгияда. Жалпы қанша елде болдыңыздар? Бірнеше ондаған шет мемлекеттерде осы қазақ өнерін насихаттап жүрген ансамбль. Ал қай елдің қызығушылығы басымырақ біздің өнерге? Қай елге барсақ та жалпы қазақ өнеріне деген ерекше бір біздің күйдің размері дейді ғой, өлшемдері және тембр. Жалпы музыкада транспозициялық деген жалпы не бар, ұғым бар. Біздің енді аспаптар. Біздің бүкіл аспабымыз, түгелгедерлік аспабымыз өзінің жазылғаннан төмен өте қоңыр дейді ғой қазақтың үні. Қоңыр жалпы не береді? Құлаққа жағымды болады өте, төмен емес. Енді біз енді өзіміз бала кезден соны тыңдап өскеннен кейін оны біз біле бермеуіміз мүмкін, бірақ шынында да ешқашан өмірінде бұндай аспаптың үнін естімеген шетелдіктер үшін бұл енді шынында алғаш тыңдаған кезде олар үшін шок болуы мүмкін. Сол реакциялар, сол эмоциялар бір ерекше есте қалғандарыңыз бар ма шетелге шыққан кезде осы аспапқа, осы күйімізге таңырқаған, таңданған? Бір ретте осы Европа елдерінде болдық. Сол кезде енді оларда әдетте 4 шекті, мысалы скрипка аспабы, гитар 6 шекті деген сияқты. Сосын ормал аспаптар, кілең электролық аспаптармен олар өнер көрсетеді ғой. Бірақ біз 2 шекпен осыншама дүниені халыққа берген кезде таң қалды. 2 шекпен осы мәселені жасауға болады ма деді деген сияқты. Осындай нәрселер таң қалды. Моцарттың өзінің шығармаларын өздеріне осы 2 шекпен ұсынған кездер болды. Бұны ең алғашқы жалпы ұсынған әлемге Азидолла Есқалиев деген ағамыз марқұм дүниеден өтіп кетті. Ең алғашқы европалық шығарманы таныстырған осы кісі болатын. Енді шетелдіктер жаңа айттыңыз ғой, жаңа өзіміз аспапқа қызығып жатады, немесе дауысына, дауыстың өлшеміне, күйдің. Ал сол күйдің шығу тарихына қызығушылықтары болды ма? Енді нақты өзімнен сұраған кездер болмады, бірақ енді біздің күйлеріміздің тарихы былай айтқанда шынайы нәрсе ғой. Өте бір философиялық тақырыптан алынады біздің күйлеріміз. Күй деген сөздің өзі орысша айтқанда положение дейді ғой. Жалпы сол жердегі болып жатқан оқиғаны күймен жеткізу деген бұл аттың жүрісіне байланысты болуы мүмкін, немесе бір ерлік тақырыбына байланысты, дастандарға байланысты болуы мүмкін. Жалпы мына музыка дейтін тіл жоқ қой ода. Жалпы оның сюжетіне қарап біліп отырады. Күйім болмай отыр бүгін дейді ғой адам. Сол сәттегі күй. Енді домбыра ұстап келгеннен кейін
бүгін енді күй Әділ сұраймыз ба, мырза. бір қонақ кәде сұраймыз ба, бір домбыраның үнін естіп отырықшы. жалпы мынау батыс мектебінде Арал Ақтөбе деген күйшілік мектеп бар. Жалпы қазақ өнері, қазақ өнері өте бай ғой. Бір облыстың өзі бірнеше мектеп бөлінеді жалпы. Сол мына Қазанғап деген бабамыз өткен осы Арал Ақтөбе өңірінде. Соның Ақжелең деген күйін тартып өтейік, қабыл алыңыздар. Қазанғаптың Ақжелең. Арал Ақтөбе деп айтып қалдық қой, осы биыл ғана мына Ақтөбе қаласында өткен Жұбановтар әуені 2019 ансамбльдер фестиваліне қатысып, аспаптар оркестрі фестиваліне қатысып жүлделі орын алып келдіңіздер. Бірінші орын ғой дейме? Жалпы кімдер қатысты бұған? Қалай өтті бұл? Мына Қазанғаптан бастап отқан себебім осы. Жалпы қазақ өнерінің кәсіби дейді ғой. Кәсіби деңгейін қалыптастырған Ахмет Жұбанов атамыз, академик. Ең алғашқы Құрманғазы оркестрін құрып, ансамбль құрып. Соның бастамасымен қазір облыстарда бірнеше ансамбльдер бар және оркестрлер бар. Және ол кәсіби деңгейге қойылған өзінің репертуары бар, өзінің стандарттары бар жалпы. Еуропалық оркестрлерде жалпы өзінің оркестровкасының стандарттары бар ғой. Тап соның қазақша үлгісін Ахмет Жұбанов атамыз бастаған ол. Кейін Нұрғисалар шәкірттер жалғастырып, бүгінге бізге дейін жетті. Ал енді мына конкурсқа келетін болсақ, осы кісінің құрметіне және Ғазиза Жұбанованың құрметіне ұйымдастырылған халықаралық бұл ансамбльдер және оркестрлердің конкурсы. Халықаралық деңгейде. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан және Түркия мемлекеттерінен ансамбльдер, оркестрлер келді. Жалпы қосқан кезде бір 20-ның үстінде коллектив қатысты. Ал бұл коллективтің ішінде ең жасы және біз болдық. Ең жас. Ол бізден мұндай өнер көрсетіп күткен жоқ бізден. Қазылар алқасында кімдер? Халықаралық дәрежедегі? Мынау Ресей мемлекетінен Цыганков деген профессор бар. Мына біздің Құрманғазы атындағы консерваторияның профессоры және Ресейдің Мәскеуде консерваторияның Гнесин атындағы консерваториясының кәсіби мамандар, профессоры. Және бірнеше шығармалардың авторы, және кәсіби орындаушы кісі. Үш шекті према аспабының орындаушысы. Және де Түркиядан келді. Және өзіміздің белгілі өнер қайраткерлері, профессорларымыз болды. Жалпы біз енді ең жас коллектив болғаннан кейін бізден ондай нәтиже күткен жоқ жалпы. Сіздер қандай шығармалар бар? Жас коллектив ретінде, біз жалпы енді ол жерде жас деп өйтіп санамайды ғой. Жалпы санмен ол жерде неше коллектив қатысты, қалай өнер көрсетті, мәселе осы жерде. Бұл қанша жыл құрғаны деген ол жерде. Сіздер қандай шығарма бардыңыздар? Біз жалпы бұл жерге бұрын еш жерде орындалмаған тың нәрселер алып бардық. Өзіміз осы арнайы конкурсқа жаздық. Және бәріне жаңалық болды ол жалпы, естімеген. Жалпы 25 минут өнер көрсетуге уақыт берілді. Және де ол жерде Ахмет Жұбановтың бір күйі, немесе бір әні, және Ғазиза Жұбанованың бір шығармасы. Міндетті түрде. Ал қалғаны өзінің қалауына байланысты. Біз енді келең авторлық нәрселер алып бардық. Былай айтқанда көпшілік қауым өте жоғары деңгейде баға берді. Жүлделі бірінші орын алдық сондықтан. Тамаша, құттықтаймыз. Рахмет. Енді жаңа әдемі құлағымызға әуен сыйлаған домбырамен Әділ мырзамен тағы да жақынырақ таныссақ. Әділ мырза, жалпы бұл құрамға қашан келдіңіз? Негізгі мамандығыңыз кім? Домбырадамызға қандай аспапта ойнайсыз? Бірнеше сұрақты қойып тастайыншы сізге. Негізгі мамандығым домбырада. Кім едіңіз? Өзім осы ансамбльге келгеніне бір жылдай уақыт болды.
тағы қосымша аспаппен ойнаймын дегенде ондай қатты көп ойнай бермеймін. Дарбук сияқты былай қосымша ойнауға болады. Былай көбінесе енді домбырамен жүреміз өзіміз. Жалпы осы сұрақты мен басында қойғым келіп отырған еді, Бауыржан мырза. Жалпы құрамдағы қыздар, жігіттер, 5 аспап қыз жігіттер шығар. Иә. Тек қана домбырада емес ғой, барлық аспаптарда ойнайтын шығар. Жалпы бағыт деген нәрсе бар ғой, жалпы бағыт. Сол бағытты үнемі алға ұстап отыру керек. Сол кезде ол фольклорлық ансамбль деген өзінің атын жоймайды. Өзінің мағынасын жоймайды. Сол себепті біздер фольклорлық аспаптар бар ғой, бұрын естілмеген жигач деген аспаптар бар. Жаңа студияға алып келгем, кейін қалдырып кетіппін. Ағаштан жасалады. Шаңғауыз әдетте темірден жасалады ғой. Соның біз ағаштан жасалған түрін пайдаланамыз. Соның өте қоңыр қазақ күйлерін өте керемет. Және соның әдетте тек қана дауысын ғана шығарып қояды ғой. Біз соған мелодия ойнап, ансамбльдің қостауымен бұйыртса үші күні концертте келетін болсаңыздар, осыған куә боласыздар. Шаңғауызға арнау деген сияқты. Ол аспаптар, сіз айтып отқан аспаптар, ол жаңа қосылып отқан аспаптар ма? Иә, әлде бізге дейінгі отырарда, Құрманғазыда бар аспаптар ма? Жоқ, ешбір ансамбльде ол қолданылмайды. Жоқ, бұрыннан жалпы Болат Сарбаев ағамыздың зерттеулерінде бар жалпы. Бірақ ол қолданысқа емесе, оның ол аспап ретінде жасалынбаған ба? Жасалынады, бірақ оның орындалуы өте қиын. Ауыз қуысының акустикасын өзгерту арқылы мынау горло дейді ғой, көмейдің акустикасын өзгерту арқылы. Бұрын қолданыста болмаған, иә? Иә, жалпы. Енді сіздер бастап жатырсыздар. Соны біз бұйыртса ансамбльге жеке соло дейді ғой, сольно жеке қолданысқа бұйыртса пайдаланамыз. Жақсы, керемет, сәттілік тілейміз. Ансамбль оны қостайды астынан. Ал жалпы ансамбльге іріктеу қалай жасалады? Жалпы бұл ансамбль басында өзім келгеннен кейін өте жоғары деңгейде талап қойдым. Бірнеше аспапты орындай білу керек, және де нотаны бірден оқи білу керек, және де техникасы озық болу керек. Деген сияқты осындай нотный грамотность дейді ғой. Осындай нәрсені алға қойдым, бірінші сонымен таңдап алдым. Қазір 15-16 құрамдан тұрады, адамдардан тұрады. Бәрі де білгір өз маманның шеберлері. Өзіңіз мана басында айтқандай конкурста осының бәрін дәлелдеді. Және өңкей жастар бізде. Енді мына халықаралық жаңағыдай додаларға қатысқан кезде енді бір стандарттар бар дейді ғой, мысалы енді олардың халықаралық дәрежедегі аспаптардың, мысалы контрабасы мына жерде отыру керек, жаңа виолончель ана жерде отыру керек, скрипка мына жақта отыру керек деген сияқты. Енді біздің ұлттық аспапта бұл енді қалай сақталады, заңдылық жолға қойылады, оны және халықаралық дәрежедегі музыканттар оны қалай бағалайды ол отырысты жаңа ансамбльді? Біздің жалпы музыкамыз ешқашанда Европамен өлшенбейді, ешқашанда. Нұрғиса атамыздың Кореяға барған кезде ма бір осы бір оқиғалар бар ғой, осы бүкіл аспаптардың орындарын ауыстырып отырып бір жүлделі орын алып келген, дирижер ретіндегі жарыста. Жалпы анау оркестрдің, жалпы қазақ оркестрінің қазір енді Ахмет Жұбанов ағаларымыз қалыптастырған орындары бар, олардың сақталған. Мына жағында қобыз отырады, сол жағында домбыра отырады деген сияқты мәселе бар. Ал енді ансамбльге келетін болсақ, оның жетекшісіне байланысты жалпы оны кімді қайда отырғызғысы келеді өзі біле ме? Және жазған шығарманың тембрін қалай естігісі келеді, соған байланысты отырғызады жалпы. Сол маңызы сол жерде оның, стерео дейді, кейбір стерео шығармалар болады. Мынаяқтан естіледі, келесісі былай естіледі деген сияқты. Соған байланысты сондай нелер бар өздерінің, техникалар бар жазады. Ал сіз қалай отырғызасыз? Қанша аспап бар? Мен домбырамен қошап тастаймын айналасын көбіне былай. Негізгісі домбыра, иә? Қалғандар ортасында екі жақтан қошап тастаймын да, ортасын жетігенмен және баян деген аспаптар көбіне артта, себебі біздің қоңыр үніміз үнемі алда тұру керек, үнемі. Менің ансамблімнің шарбағы домбыралар дейсің. Ал жалпы қанша аспап бар ансамбльде? Бір 20-ның үстінде бар. 20 шақты. 30-ға тарта бар, себебі біз ауыстырып ойнаймыз ғой. Мысалы шаңғауыздың түрін ауыстырамыз, ударный ұрмал аспаптардың түрін ауыстырамыз деген мәселе. Енді өзіңізді айтыңызшы, өзіңіз тек қана жетекшілікпен ғана айналысасыз ба, жоқ әлде өзіңіз де осы аспаптарда ойнайсыз ба? Қандай аспаптарда ойнайсыз? Жалпы өзім көпшілігінде жазумен айналысамын, және бірнеше қазақтың бүкіл фольклор аспаптарын түгелге дерлік демей ақ қояйын, бірақ бір шамасын меңгерген. Және де естеріңіз бірі білер, білмес, кешегі Айым Сіңгір болды Қытайдағы. Сол кездегі бүкіл Димаштың нелерін сол мен жазған болатын. Қытайдың несі бар ғой? Партитура деймін, не деп айтады? Оркестр бар ғой, жан-жақта жиналған әлемдік музыканттар. Олардың стандарттары мүлдем бөлек. Маған келеді, олардың құрамы келеді маған. Андай құрамды көрмеген бұрын. Кішкене сондай қиындықтар туған. Менде бір сұрақ туындап тұр. Яниді білесіз ғой? Білемін ғой. Осы Янидің бүкіл несінде қанша әлемнің мықты аспаптарын өзінің ансамбль құрамына алып отыр да. Ол жерде Әзербайжандар бар, жаңа скрипкамен жүрген, басқа небір халықтардың ерекше аспаптарын алған. Соған біздің бір қазақ аспабына апарып, соның бір оркестріне кіргізу мүмкіндіктерін қарастыру ойда жоқ па? Жалпы біздің домбыра бар, басқа бар. Негізгі қазақ аспаптарын бүкіл әлем танығанға мүмкіндік еді. Негізгі
жалпы біздің күйдің айттым басында өзінің формасы бар негізі. Манағыдай сол жағынан танытқан дұрыс сияқты меніңше бар ғой. Ана еуропалық стандартқа салып жіберсеңіз, сол аспаптың құрамы болып қалады белгілі бір. Қалай таныту дұрыс? Негізі оның бір өзінің формасын жалпы ойластыру керек сияқты алда. Енді жалпы жастарға енді үндеу ретінде айтып отқаным ғой. Белгілі бір оны шоу-бизнеске эстраданың астына сала бермей, оны яғни сияқты бір композиторлардың құрамына кіргізе бермей, өзінің сөйлейтін негізі өзінің тілі бар, негізі күйдің жалпы өзінің штрих дейді ғой, штрихтары бар, өзінің жазылу техникасы бар. Негізі осы жағынан зерттеп, Ахмет Жұбанов ағаларымыз бастап кетті ғой. Иә, бастады. Соны жалғастырып, стройын ауыстырып, домбыраны әйтеуір қайткенде әлемге тыңдату жолын қалай тыңдату дұрыс болса, соның жолы ғой біз айтып отқан. Мен тіпті ойлаймын, біздің боксшыларымыз Америкада рингке шыққан кезде де күймен шықса ғой шіркін деп, домбыраны бүкіл әлем жүздеген телеарналар арқылы бәрі көреді. Жетіп қалармыз, бастамасы бар ғой жалпы. Иә, жақында ол туралы айттық та біз, ұсынысты тастадық. Көп рахмет жігіттер. Ертең өтетін кешке сәттілік тілейміз. Рахмет. Көрермендерге тағы бір мәрте айта кетсек, сағат нешеде, қай жерде өтетіндігі? Жаңа қосылған көрермендер. 3 мамыр күні сағат кешке 19:00-де Қазақстан концерт залының камералық залында болады. Сәттілік жігіттер. Рахмет. Рахмет сіздерге. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ендеше бағдарламамызды ары қарай әсем әуенмен жалғастырамыз.